Бала күнімізде тәттілер жеп, тіліміз уылса, кішкентай сәбилердің тісіне байланысты мәселелер туындаса, үй дәріханасынан табылатын жұмыртасты көбіміз білетінбіз. Түсі мөлдір, тұзға, науатқа ұқсас, осынау тас расымен де шипалма. Мен сіздерге кішкене қысқаша түсінікпен бөліскім келеді. Бұл ашутас ақсары түсті, дәмі қышқыл кристалды тас. Ауыз ойылғанға, ангинаға, ауыздан жағымсыз иіс шыққанда, тістердің түбі қанағанда, қолтықтағы, аяқтағы жағымсыз иіс шыққанда көмектесетіні рас. Ауыз ойылғанда ашутасты ұсақтап, ойылған жерге жағуымыз қалады. Немесе бір бөлігін сындырып алып, баланың болсын, үлкеннің болсын, аузының ішіне қатты конфет сияқты сорып, аузының ішін шайқап түкіріп тасталынады. 4-5 рет жасағаннан кейін аузың ұлғаны тыйылады. Немесе бұл ашутасты ангина шықса, бір стақан жылы суға ашутастың бір бөлігін салып, бір стақан суға бір бөлігін салып, ашуын шығарып, осы ерітіндімен ауыздарыңызды 4-5 рет шаюға болады. Тістің түбі қызарып, қанағанда, тістің түбі іскенде, осы ашутасты ұсақтап жағуға да болады, немесе осы ерітіндімен ауызды шайқауға болады. Аяқтарыңыздан жағымсыз иіс шыққан кезде ашутасты да пайдалануға болады. Бірінші аяқтарыңызды осы ашутасты салып суға, оның ерітіндісіне аяқтарыңызды батырып жуасыздар. Содан кейін оның кепкенін күтесіздер. Осы әдісті күніне 2 реттен жасап тұрсаңыздар, сіздердің аяқтарыңыздағы жағымсыз иістер кететін болады. Менің сіздерге берген пайдалы кеңесім сіздерге пайдаға асады деп ойлаймын. Видео ұнаса, лайк басып, коммент жазып, менің каналыма тіркеуді ұмытпаңыздар.